Қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге бауырдан өте дәмді кешкі ас дайындаймыз. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытып кетпеңіздер. Ең алдымен біз бауырымызды турап аламыз. Бізге кез келген бауыр жарай береді, қойдың, сиырдың, жылқының бауыры болса да. Өздеріңіз қалаған бөліктерге бөліп аламыз. Үлкен бөліктерге бөлсеңіздер де еш қорықпаңыздар, себебі бауыр бізде өте тез піседі. Міндетті түрде осы тағамды жасап көруге кеңес беремін, себебі бауыр өте пайдалы әрі өте дәмді болып шығады. Бауырдың барлығын турап болған соң пиязымызды турап аламыз. Үлкенірек пияз қолдануға кеңес беремін, себебі пияздың да өзіндік бір суы шығып, әдемі дәмін беріп тұрады. Кішіректеу бөліктерге бөліп алдым. Бар болғаны пиязымыз бен бауырымыз болса болғаны. Табамызды газымызға қоямыз, қыздырып, керегенше сұйық май құямыз. Табамыз қызғаннан кейін бауырымызды салып қуыруға кірісеміз. Табамызды бір араластырып, бетін жауып қоямыз. Су шыға бастағанда тағы бір араластырып жауып қоямыз. Бұл жерде сіздер пияздарыңызды қоспай тұра тұрыңыздар, себебі бауырдың әбден суы шығып тартылғанша. Себебі пияздың да суы шығып, суы өте көп болып кетеді. Міне біздің бауырымыздың суы әбден тартылды, енді пиязымызды қосуға болады. Пиязды қосып тағы бір кішкене 2-3 минуттай қуырып аламыз. Міне пиязымыз бен бауырымыз қуырылды. Енді осыдан кейін үстіне су құямыз. Мен бір 300 грамдай су құйдым. Егер азырақ болсаңыздар 200 грамдай немесе көбірек құйсаңыздар болады. Бетін жауып, керегенше тұзын салып, астын жай басып бұқтырып қоямыз бауырымызды. 15 минутта пісіп қалады. Енді біздің бауырымыз піскенше біз гарнирін дайындап аламыз. Өздеріңіз қалаған гарнирді қолдансаңыздар болады. Мен дәл осы бауырмен күрішті жегенді өте жақсы көремін. Сондықтан күріш қолдандым. Қазанымызға кішкене сұйық май қойып, күрішімізді бір қуырып аламыз. Сол кезде біздің күрішіміз бір-біріне жабыспай, дара-дара болып шығады. Міне осылай бір қуырып алып күрішімізді, одан соң барып қана үстіне су құямыз. Гарниріне пюре немесе макаронмен, немесе гречкамен қолдансаңыздар да жарайды. Көп адамдар бауырдың өзін жегенді де ұнатады, сондықтан олай да болады. Енді осының үстіне біздің күрішіміз батып тұратындай етіп су құямыз. Бетінде 1 сантиметрдей су көтеріліп тұрса жеткілікті. Мен тезірек күрішім піссін деп қайнаған су құйдым, уақытты алмас үшін. Сіздер де солай жасасаңыздар болады. Міне байқасаңыздар, күрішімізден 1 сантиметрдей суымыз көтеріліп тұр. Осыншадай су құямыз, сәл тұзын салып, бір қайнатып, одан соң күрішімізді толық араластырып болған соң ғана астын басып, баяу отта пісіріп аламыз. Арасында піспей қалады десеңіздер, бір араластырып, асты үстіне бір араластырып қойсаңыздар болады. Сол кезде біздің күрішіміз толық пісіп шығады. Міне қайнай бастады, астын жай басып, бір араластырып бұқтырып қоямыз. Біздің бауырымыз піскенше біздің күрішіміз де пісіп қалады сол кезде. Міне күрішіміз дайын болды. Қарасаңыздар, жабыспаған бір-біріне.
Енді бауырымыз да дайын болды. Енді ыдысымызға сала берсек болады. Міне бауырымызда суы тартылыңқырап, әдемі болып дайын болып тұр. Енді мен кесеге салып алдым күрішті. Әдемі форма болып тұру үшін. Сіздер де солай жасасаңыздар болады, немесе тәрелкеге бірден сала берсеңіздер де болады. Міне осылай кесеге салып, тәрелкемізге төңкерсек, біздің күрішіміз жабыспай, бірден түсе қалатындай болады. Енді осының қасына пісіп тұрған, дайын болып тұрған бауырымызды саламыз. Жаңа бауырдың суын көбірек құйдық. Сол кезде біз жаңағы күрішпен, немесе кез келген гарнир, қандай гарнир қоясыздар, сол гарнирмен араластырып жеген кезде өте дәмді болады. Сондықтан бауырдың суын көбірек құйғаннан қорықпаңыздар. Қайта сулы, сорпалы, өте дәмді болып шығады. Осымен біздің бауырдан өте оңай әрі тез тамағымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Егер видеом ұнаса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Назым, барлықтарыңызға ас болсын.